Bugün Çordan Yaşıt'ın 3. günü kimge түсетінін бірге анықтайтын боламыз. Кетті. Malsın be? Malsın be? Короче, Ареке, мияқта 500 кеп бар. Тапсырма солардың біреуінің аяғында. Мына да барып, пішпа бір жылдырып тастаған дұрыс еді ғой. Короче, отырғанымызға 20 минут болды. Ана әлі іздедір. Ала ма? Қалай түсіндіресің мысалы? Ана. Стоп. Ананың аяғында жүру керек. Қайда? Мазақ қылып жүрсіңдер ме мен жігіттер сонда? Енді үйге бар деп тұр ғой. Жігіттер бір нәрсеге келісіп алайық. Үйге барған кезде тағы бір жерге бар деп тұрса, орындамаймын. Сақалым сыйласамдаршы, мен сендер сияқты бар емес біле. Бандың ба, талайлар сөз салғанға, ғашық болып қалғанға, сен. Көрдім сендей сылқымды, сөздері де бір түрлі, келтіресің бүлкімді. Ебать. Что там делаешь? Не дейді? Мазақ қылып жүрсіңдер ме мен жігіттер сонда? Енді үйге бар деп тұр ғой мына жерде. В общем, үйге келдік қайтадан. Үйге қайттан келдік. Себебі жаңа кептер ауруханаға азық етеді. Айта берсін басқаларың кіме, жағу мүмкініміз ғой бәріне. Бізді уақыт сынақтан өткізген, мейлі олар көре алмасын, қолымды қойдым бәріне. Жол беріңдер, жол. Кешегі қатып қалған бала келе жатыр. Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз, амансыздар ма? Менде бәрі жақсы дегенмен. Есім түпкілік Чорный Ящиктің 3. күні. Бастаймыз. Мына жерде 1000 кептар ғой, 1000 ше. Аруханның заданиясы кептардың аяғында байлаулы тұр деген не сұмдық қылам? Іздеп басады. Іздеп отыр бәрі. Ема! Даник ал. Са. Мазақ қылып жүрсіңдер ме мен жігіттер? Енді үйге бар деп тұр ғой мына жерде. Местоположение бойынша кезек кептардың аяғына жазылып тұр. Кептарды ұстап алып аяғына қараса қайтадан үйге бар деп жазылып тұр. Не болып кетті? Я. Кептар деп айтпаңыз деп қатен түзеп жатсыздар. Негізі кептер деп айтылады деп жатсыздар. Енді әдет болып қалған біздің ауылда, Шымкентте, Құтарыста кептар деп айтатынбыз да, содан кейін әдет болып қалған. Болды, бұдан кейін кептер деп айтамын. Не болайын деп жатыр, неге үйге келді? Түсінбедім. Осы жер ма? Шын ба? Абайламай ма? Қорқынышты ма? Үйіндегілер ұрыспай ма? Қиындау екен, ә? Істей ала ма? Bir жер ауырып қалмай ма? Натури ма? Үшім жігіттермен бағанағы жіберген местоположениеге келдім. Сөйтсем бұл жер Панфилов парк екен, адам көп, кептер бар екен. Тұратам жігіттер. Кептердің аяғына байлап қойдым деп. В общем, жалғыз өзімізді шашып кеттім. Қазір ана жерде кептердің мынандай аяғында задание жазылып тұр. Бір парақ көрсеңдер, соны маған ұстап берсеңдер, әрқайсысына 20 мың теңгеден бөліп. Кетті ма? Илап ұстап алыңдар, короче, 20 мың теңгеден. Мыналар көлеңкеде рахаттанып отыр ғой, мен бір примерно бір 20 ма, 25 минут болды іздеп жүргенім ше. Че там? Не дейді? Мазақ қылып жүрсіңдер ме мен жігіттер сонда? Енді үйге бар деп тұр ғой мына жерде. Үйге келдік қайтадан. Ау! Ештеңе жоқ қой үйде. Панфиловтан шығып қай жаққа баратық десек, Қонапшының соңынан баратыр екенбіз.
Үйге келсем маған жанашитын біреу дәл осындай керемет сыйлық беріп жіберіпті. Сыйлық ала беруді қою керек еді. Ішінде дым жоқ, мындай чек бар екен. Качественно, главное, ұнады. Рахмет, үлкен. Так, местоположение бойынша келдік. Аяғына байлап қойдым деп. Қаншама кептердің арасында бір кептердің аяғында арғаның заданиясы жазылған, соны тауы керек. Таза мазақ қылуым. Ішінен қайсында ол қарашы. Оларды былай жақсылап қарап іздеу керек қой. Ұстаңдар! Іздемістің қарсай, ығыры шығып кеткен. Біреуін тауып алды, қайтын айырылып қалды. Тапай қалма қайттан. Ұстаңдар деппін қоста. Шашақ өттім әне. Бречки, тепшки, бәтінки. Оу, бречки, шоупке